соншама бай болса да, жоқ еді ердің баласы, Алланың өзі бермесе, пенденің бар ма шарасы. Шіркін, керемет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздердің шабыттарыңыздың шалықтап отырғанын білеміз. 8-700-390-22-82 WhatsApp желісіне сауалдарыңызды қойсақ деп жатыр екен. Сіздер жолдай берсеңіздер болады, мархабат. Ал енді Шәкәрім, сен де білесің ғой, Алпамыс Батыр? Алпамыс Батыршын білемін, бірақ мен осы жерге негізінен едігені соңғы рет жаттағанмын, Едіге деген жұрт. Енді сол жерді басынан бастап қысқаша айтып, бір жерден үзінді домбырамен тартып берсек. О, керемет, ал кеттік. Едіге. Ертеде Бабағұмар деген әулие болған екен. Ол 15 жасында әулиелік еткен. Одан кейін оның Баба Түкті Шашәзіз деген баласы дүниеге келеді. Сол Баба Түкті Шашәзізден осы Едіге туылады. Ол өзі кішкентай кезінен 8 жасында қой бағып жүрген кезінде оған бір кісілер дау көтеріп, осы қойшыға келіп жүрген дейді. Сөйтіп, солай 3 рет қайталанады. Үшеуінде де Едіге оларға дұрыс бағыт беріп жібереді, және үшеуінде де келіспеген жақ ханға барады, Тоқтамыс ханға. Тоқтамыс хан бұндай әділ шешім берген қандай бала кім болса да шақыртыңдар деп шақыртады. Сөйтіп оны өзінің уәзір қылып алады. Одан кейін күндердің күнінде ханның әйелі сол Едігені жалпы Едігеге қарсы шығып, сосын оны өлтірмек болып, хан екеуі ақылдасады. Бірақ Едіге одан аман шығып қашып, жанына серіктер жинайды. Сөйтіп, серіктермен жүрген кезде күндердің күнінде ол түс көріп шошып оянады. Ояна сала соны жолдастарына айтып береді екен. Шәкәрім домбырасын қолына алды. Деп деме ойлайық. Жай түрегеліп киінші, беліңді қынмай буынша, бет қолыңды жуынша. Мен бүгін бір түс көрдім, сол жақсылық түс болса, жақсылыққа жорышы. Егер жаман түс болса, осы 18 кісіні төңіректеп қорышы. Мен бүгінгі түсімде алтынды ер ақ бозат жалының тартып мініппін, ақ сұңқар түс болыппын, көкке таман ұшыппын. Көктен жүрген періште оларға барып сөйлесіп, онан да аса ұшыппын. Төбеде жүрген қоңыр тас көк үстінде іліппін, құр тауында қонықпын, төсетіне тойыппын. Бұл не болды 17 дос сыйлықта ұйлыққанның белгісі, бір-біріне жиылықта еш амалын таппады, жиын тұрған барысы. Іштерінде бар екен жасамыс бір кәрісі, түс жоруын сол таппай алтынды ер ақ бозат. Түс ұйқыңда мінсең сен, бар мұратқа жеткенің, көкке таман ұшсаң сен, жұрт алдыңа шыққаның. Көкте жүрген періште оларға барып сөйлесіп, қай берендер қолтықтап демеу істеп жүргенді. Онан да асып ұшсаң сен, қызыр сүйіп жүргенді. Төбедегі қоңыр тас көк үстінде ілсең сен, тұр тауына қонсаң сен, кеше сені жұртыңнан отарлап туған Тоқтамыс, соны бұтшық қыларсың, тояттап мейірің қанарсың. Шіркін, керемет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Жанартау хабарында бүгін бізде қонақта Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 12 мамандандырылған гимназиясының ұстазы Нәзира Бостанова бір топ шәкірттермен келіп отыр. Халықаралық байқаулардың жеңімпаздары біздің студиямызда Әбілғазы Шәкәрім, Сәлімекеев Ерасыл, Сәбетова Гаухар біздің студиямызда. Тыңдаушыларымыздан хаттар келіп жатыр. Қыз жігіттер, Алматының қақ ортасында тұрып өңкөй орыс тілді балаларды көріп жүріп, жігіттерге қатты көңіліміз толып отыр, мерейлері өсе берсін дейді, Елордадан жазып жатыр ағаларың. Сондай-ақ қазір мына жігіттерді бірден радиоға жұмысқа алыңыздар, дауыстары өте керемет екен дейді. Сапар есімді ағаларыңыз жазып жатыр. Мәңгүнеге айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі, және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да, құдірет жоқ төрт анаға тең келер, онсыз санан қаңбаққа ұқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың еш қашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана
тағдырыңның тынысы, төрт ана үшін болған күрестердің ұлысы. Керемет. Өз еркімен баратын адамдардың деңгейінде Иә, қарастырады, оны иә? кейде айтады тіпті тегін жұмыс жасаушылар деп те айтады. Ол өйтіп қараудың да қажеті жоқ негізі қазіргі таңда. Олар жеке тұлғалар болып қабылдап. Бөліп кетсек керек. Рахмина, иә, информатика мен робототехникадан республикалық ғылыми жобаның 2 дүркін жеңімпазы. Көркем гимнастикадан спорт шеберіне үміткер. Иә. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық кезеңнен 1-ші және 3-ші орын жеңімпазы. Суреттен халықаралық Әбілхан Қастеев бейнелеу әлемі байқауында натюрморт жанр бойынша 1-ші орын, тар жол робототехника жобасы бойынша 1-ші және 3-ші орында жеңімпаз атаныпсыз. Шынымен де дәл қазір сіздердің осы келіп отырған сапарларыңыздың, осы сұхбаттарыңыздың өзі қаншама ата-анаға да, балаларға да керемет мотивация болып жатыр деген ойдамыз. Біріншіден, салыстыратын болсақ, жалпы жастар жылдан жылға бір дамып бара жатыр ғой. Және де осындай жобалардың қатысу барысында біз жаңа нәрсеге деген талпынысқа деген идеялар пайда болады. Сонымен қатар біз жобамыз жайында айтып кететін болсақ, біз Smart Greenhouse, яғни автоматтандырылған жылыжай жүйесін осы көрсеткен болатынбыз. Бұл идея бізде қайдан пайда болды десек, біріншіден біз Илон Маск деген керемет кісі бар, инженер осы Америкадағы. Сол кісі Марсты колонизировать етеміз деген идея туындады ғой. Соның барысында біз ойладық, Марстан бұрын жерімізде қандай проблемалар бар деп. И соңғы кезде біз осы Greenhouse, яғни жылыжай жүйелерін қарастырған болатынбыз. Бұл жылыжай жүйесі кішірейтілген болып табылады. Яғни сіздер квартирада тұрсаңыздар да, жер үйде тұрсаңыздар да, осы жылыжайда қалаған көкөністеріңізді өсіре аласыздар. Яғни қол жетімді ғой. Тіпті үй ішінде өсіреді. Дәл осының негізін жасап шығардыңыздар. Және бұл жоба қай жерлерге ұсынылды және қаншалықты қолдау тапты? Біз бұл жобаға жалпы патентті жасатқан болатынбыз. Және де бұл жобамен біз Анахаймға, яғни Америкадағы жарысқа жолдама алған болатынбыз. Алайда осы карантинға байланысты бара алмай қалдық. Бірақ болашақта мен өзім қазір техникалық университетте оқимын. Және де осы жобаны арттырғым келеді, дамытқым келеді. Осы жобаның аясында одан ары қарай жұмыс істейсіз.